Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 71-ші сабақта 5-ші тапсырманы орындайтын боламыз. Фигуралардың қабырғаларының ұзындығын өлше. Олардың ауданы мен периметрін тап. Яғни мына жерде фигуралар берілген. Бірінші тік төртбұрыш, екіншіде тік төртбұрыш, үшінші шаш берілген. Берілген тапсырма, яғни қабырғалардың ұзындықтарын өлшеулерін керек және ауданы мен периметрін табу керек. Ал мен сендерге қазір тек фигуралардың формулаларын жазып берем, сол бойынша тапсырманы орындайсыңдар. Және өткен жолы айтқандағыдай комментарийге жазсаңдар, мен міндетті түрде қарайтын боламын. Бірінші фигура тік төртбұрыш. Демек, мен тік төртбұрыш пен шаршыға қатысты периметрін және ауданын табатын формуланы жазатын боламын. Төртбұрыш деп былай сызып қояйын, сендерге түсінікті болу үшін балалар. Яғни А мен Б-ның қосындысын көбейтеміз 2-ге. Бұл тік төртбұрыштың периметрін табуға арналған формула. Ал тік төртбұрыштың ауданын табу үшін, яғни 2 өлшемнің көбейтіндісі, яғни ұзындығы мен енінің көбейтіндісі. Енді бұл тік төртбұрышқа қатысты формула. Енді шаршыда бізде бірінші және екінші фигура тік төртбұрыш болатын, үшінші шаршы. Ал енді шаршының периметрін табу үшін шаршының 4 қабырғасы да тең болады, шаршының қасиетінде 4 қабырғасы тең болатындықтан біз қабырғасын А деп белгілейміз да көбейтеміз 4-ге. Ал ауданын табу үшін, шаршының ауданын табу үшін қабырғасын көбейтеміз, қабырғасын, яғни кейде ұзындығы деп те айтылады, кейде қабырғасы деп те. Яғни барлық қабырғалары тең болғандықтан шаршының, яғни А көбейтеміз А немесе А квадрат шаршының ауданын табу үшін. Дәл осы формула бойынша фигуралардың ауданын және периметрін табатын боласыңдар. Енді балалар, мысал алтыны қарастыратын боламыз. Амалдардың орындалу ретін анықта, өрнектерді баған түрінде есепте дейді. Демек, берілген жазамыз, мыңнан азайтамыз. 446 мен 254-тің қосындысы. 446 менен 254-тің қосындысын табуымыз керек. Демек, амалдардың ретін анықтау үшін бірінші жақшаны орындаймыз, екінші азайтуда. Бізге тапсырма баған түрінде орында деп тұр. Демек, бірінші 446 менен 254-тің қосындысын табамыз. 446 менен 254-тің қосындысын табамыз. Бірінші бүліктерді қосамыз, яғни баған түрінде орындайтын кезде, баған түрінде орындаудан алда біз жазған кезде бірліктердің астына бірлік, ондықтың астына ондық, жүздіктердің астына жүздік жазылады. Демек, бірліктерді қосамыз. 6 мен 4-тің қосындысы 10, бірлігін жазамыз, ондығын ойда сақтаймыз. 4 пен 5-тің қосындысы 9, ойдағы 1 менен 10, және бірлігін жазып, ондықты ойда сақтаймыз. 4 пен 2-нің қосындысы 6, ойдағы 1 менен 7. Демек, 446 мен 254-тің қосындысы 700-ге тең болады. Мыңнан біз азайтамыз 700-ді, демек 300-ге тең болады екен. Ал енді екінші тапсырма. 272 мен 326-ның қосындысынан 198-ді азайтуымыз керек. 272 мен 326-ның қосындысы азайтамыз 198-ді. Демек, жақшаның іші бірінші орындалады, екінші азайту амалын орындаймыз. 272 мен 326-ны баған түрінде қосайық екен. Тапсырма бізге солай еді, баған түрінде орындау керек. Яғни 272 мен 326-ның қосындысын баған түрінде табу, яғни разрядтан аттамай баған түрінде қосу деп аталады. 2 мен 6-ның қосындысы 8, 7 мен 2-ның қосындысы 9, 2 мен 3-тің қосындысы 5. 598-ден енді азайтамыз 198-ді. 598-ден азайтамыз 198-ді. Дәл жаңағыдай разрядтан аттамай азайту, баған түрінде азайту деп аталады. 8 мен 8-дің айырмасы 0, 9 мен 9-ның айырмасы 0, 5 мен 1-дің айырмасы 4. Демек, 400-ге тең болады екен. Қазір мен екі тапсырманы көрсеттім, балалар. Қалған тапсырмаларды дәл осылай орындайтын боламыз. Және комментарийге жазып жіберсіңдер, балалар міндетті түрде
қарайтын боламын. Сау болыңдар балалар.